Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біз бүгін алғашқы сабағымызды бастаймыз. Сіздерге алдын қалай ADMS программасын орнату, оған базаны қалай тіркеу, барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Біз екі база тіркедік, курс деп және дома деп. Алдын айтқандай, біз қазір курс деген базасын ашып, соны орындаймыз. Мен айттым, пользователь деген жерге бухгалтер деген таңдаймыз дедім. Пароль қоймадық дедім, пароль еш нәрсе жазбай, окей деп кіре берсек болады. Енді бүгін барлығын сабағымызды басынан бастаймыз. Бұл курс деген базаны ашамыз. Соны ашқан кезде сіздерде осындай нелер пайда болады. Сіздерде де қазір сіздер видеоны ашып отырсыздар, осы видеомен бірге қайталап орындап отырыңыздар тапсырмаларды. Менің көрсеткен сабағыма қарап, мен не істедім, соның барлығын менің артынан қайталап орындап отырыңыздар. Және де өздеріңізге Word файл ретінде сіздерге материалдар берілді. Сол материалдарға қарап біз қазір тапсырмаларымызды орындайтын боламыз. Қазір мен материалымды ашып қоя салайын. Сіздер де ашып отыра беріңіздер. Ең алғашқы сабақтың тақырыбын ашып қоя салыңыздар өздеріңізбен бірге. Оны қазір бірге орындайтын боламыз. Егер де сіздерде осындай шыққан болса, мына жерге отменаны басып, мына жерде показывать при начале работы деген жерде галочканы алып тастасаңыздар, үстінен бір рет басып, мына реклама ендігі сіздерге шықпайтын болады. Осылай алып тастасаңыздар, және мына X-ті басып, жоғарыдан мынаны жауып тастасаңыздар. Қарап тұрсаңыздар, біз барлығын басынан бастаймыз. Яғни организация деген жерге бізге укажите наименование ваша организация деп қойған, яғни ешқандай организация тіркелмеген, кассамызда да ақша жоқ, банк шотымызда да ақша жоқ, яғни барлығын біз қазір басынан бастаймыз. Яғни кәсіпорын құрылған кезде басында кәсіпорынның мәліметтерін, даналарын қалай енгізу керек, ол жердегі басқа да банк шотымыз, касса, жауапты тұлғалар, подразделение, яғни бөлімдер туралы мәліметтердің барлығын қалай басынан енгізу керек екенін қазір басынан бастап үйренетін боламыз. Егер сіздің жұмысқа орналасқан жеріңіз, организацияңыз бұрыннан ADMS программасымен жұмыс жасап келе жатқан болса, онда тура солай жалғасып кете бересіздер. Ал жаңадан ашылған организация болса, тура осылай біз сияқты орындап енгізсеңіздер болады. Бастаймыз сабағымызда. Осы тапсырмаға қарап орындап отырамыз бірге. На первом этапе работы необходимо ввести сведения об организации, контактную информацию, сведения об основном банковском счете, занести сведения об ответственных лицах и структурных подразделениях. Яғни біз ең бірінші этапта дейді жұмыста өзіміздің кәсіпорнымыздың мәліметтерін енгіземіз. Контактный информация, яғни адрес, телефон, және тағы басқа ең негізгі банк шотының жайлы мәліметтер, жауапты тұлғалар және бөлімдер, подразделение жайлы мәліметтерді енгізіңдер дейді. Для ввода этих данных предназначен справочник организации, который можно открыть через меню предприятия организации дейді. Оны қалай ашамыз дейді. Менюден предприятиеге кіреміз дейді. Соның ішінде организация деген справочник бар, сол арқылы орындаймыз дейді. Қарап тұратын болсаңыздар, справочник деген нәрсе бар және документ деген нәрсе бар. Ол екеуі екі бөлек нәрсе. Справочниктің ішінде тек қана мәліметтер, данылар сақталады. Түсінікті ғой. Ал документтер арқылы біз сол арқылы жұмыс жасаймыз, операциялар орындаймыз. Документ арқылы жұмыс жасап жатқан кезде бұл өзімізге қажетті мәліметтерді біз справочниктер арқылы алатын боламыз. Түсінікті болды ғой, справочник пен документтің айырмашылығы. Енді ары қарай жалғастырамыз. Осы қағаз бойынша, тапсырмалар бойынша жалғастыратын боламыз. При первом запуске справочник организации уже содержит один элемент с названием укажите наименование вашей организации дейді. Организация справочник ашқан кезде бізде укажите наименование вашей организации деген элемент тұрады дейді. Ол бізде тұр, иә. Енді ары қарай көреміз. На первом этапе работы важно открыть этот элемент справочника и занести информацию по организации. В справочнике организации указываются основные значения, такие как название, БИН, КБЕ, яғни код бенефициара, налоговый комитет, НДС, налог на добавленную стоимость, банковский счет, основная касса, контактная информация и так далее. Ең бірінші этапта дейді, сол элементтің ішін ашып дейді,
кәсіпорнымыздың мәліметтерін енгізуіміз керек дейді. Қандай нелер болады оның ішінде? Название, яғни кәсіпорын атауы, БИН, код бенефициары, налоговый комитет жайлы мәліметтер, НДС, яғни қосылған құн салығы жайлы мәліметтер, банк шоты, негізгі касса, контакт информация, тағы да басқа тапсырмалар орындайды. Яғни бізге айтады, создать деген кнопканың бас деген жоқ, укажите наименование вашей организации деген элементтің ішіне кіріңдер деді. Осыны екі рет басып кіреміз. Түсінікті ғой, создайтты басып жібермейміз. Енді ары қарай жалғастырамыз. Осыған орай бізге бірінші упражнение берілген. Бірінші упражнениенің бірінші жаттығуын қараймыз. Введите сведения об организации, контактную информацию, сведения об основном расчетном счете, об ответственных лицах и структурных подразделениях дейді. Яғни бізге кәсіпорын атауы берілген, толық қуаныш екен, біздің кәсіпорынның атауы, толық атауы товарищество с ограниченной ответственностью қуаныш дейді. Осыны жазамыз. Яғни наименование деген жердегі укажите наименование вашей организации дегенді өшіріп тастаймыз да, тура жағында тапсырмадағы жазамыз. Толық қуаныш деп. Тырнақшаны тілді орыс тіліне қойып қоямыз да, shiftті басып тұрып 2 деген кнопканы бассақ тырнақша ашылады. Оның ішіне жазамыз қуаныш деп, біздің кәсіпорнымыздың аты. Яғни тырнақшаны жаба салайық. Полное наименованиеге толық ашып жазыңдар дейді. Товарищество с ограниченной ответственностью қуаныш деп жазамыз. Полное наименование деген мынау укажите наименование вашей организации деген өшіріп тастаймыз. Және де осы жерге жазамыз товарищество с ограниченной ответственностью қуаныш. Тура осылай жазыңдар деді. Жаздық. Енді біздің кәсіпорын юридический лицо жата ма, әлде физический лицо жата ма? Юридический лицо жатады. Юрлицо деген, яғни юридический лицо бұл кәсіпорындар. Жаңағыдай ИПА, ТО немесе акционерлік қоғам сияқты. Ал физлицо деген ол адамдарға, жеке тұлғаларға айтылады. Біз кәсіпорын болғандықтан юрлицо болады. Енді ары қарай жалғастырамыз. Бізге айтады основная вкладка дейді. Яғни основной деген вкладканы ашыңдар дейді. Яғни мына жоғарыдағы основной банковский счета, кассы, подразделение, организация, учетная политика, бухгалтерский учет деген мына көкпен жазылған жазулардың барлығын вкладка немесе закладка деп атайды. Немесе мынау жасылмен жазылған сөздерді вкладка немесе закладка деп атайды. Бізге основной вкладкасын ашыңдар дейді. Біз онсыз да сол жерде тұрмыз. Енді осы жерден бізге бин берілген. Бин жазыңдар дейді. Жазамыз 05 07 4065 68 дегенді. Бин деген жерге 05 07 4065 68. КБЕ, яғни код бенефициары 17 дейді. Жазамыз. КБЕ деген жерге 17 деп жазамыз. Дата регистрация қай күн екен? 01-01-1998 жазамыз. 01-01-1998. Келесінде бізге сведения о налоговом комитете по месту регистрации организации берілген. Оны енгіземіз мына жерге, налоговый комитет деген жерге. Бізде мынандай болады. Егер де бізде мынандай ашық алаңдар беретін болса, ондай полелерге біз тек қана жазамыз. Түсінікті ғой. Ал егер мынандай қасында жанында выбрать из списка деген кнопка бар, мынандай, значоктың кнопкасы бар алаңдар берілсе, бұл жерге жазбаймыз. Бұған осының ішінен басып таңдап аламыз. Түсінікті ғой. Мысалы мына жерге кіріп показать все деп ішінен кіріп таңдап аламыз, егер де мынандай выбрать деген значогы бар болса, бұл жерге жазбаймыз. Түсінікті ғой. Ал егер де мынандай календардың значогы бар алаң берілетін болса, бұл жерге қолмен жазсақ та болады, немесе мынау календардың күнтізбенің значогын басып, өзімізге қажетті датаны, уақытты таңдап алсақ та болады екен. Қазір сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз.